Ғалымдар акула мен сегізаяқтың гендерін біріктірді, бірақ олар бұдан ненің шығатынын тіпті елестете де алмады. Бұл акула сегізаяқ фильмі және оны көру барысында сіздің тамақтанбағаныңыз жөн. Ағасы мен қарындасы әкелерімен бірге оңтүстік шығыс Азияның жағалауында демалып жатыр. Кенеттен судың бетіне үлкен балықтар секіріп шығады. Ал оның артынан сегізаяққа ұқсайтын үлкен қобыжық пайда болады және туристерге шабуыл жасайды. Өзінің секірісінен кейін қобыжық жағаға құлайды және онда көптеген құтқарушылар мен ғалымдар ағылады. Алып сегізаяқ өлді, бірақ не үшін екенін ешкім білмейді. Ғалымдар оның тіндерінің үлгілерін алуда. Оларды фармацевтикалық компанияның директоры Чен мырза мен оның көмекшісі дәрігер Фань басқарады. Зерттеушілер қорғаныс костюмдерін киеді де, кесу арқылы осы қобыжықтың ішіне енеді. Ол жерден олар 4 эмбрионды табады. Алайда олардың барлығы да өліп қалыпты. Ғалымдар іздеуді жалғастыруда. Ақыры олар тірі құртты табады. Бірақ ол неліктен соншама үлкен? Сөйтсе зерттеушілер бұл сегізаяққа акуланың генін отырғызыпты. Сегізаяқтың ішінде дүрбелең басталады. Ғалымдармен байланыс үзіледі. Басқа зерттеушілер қобыжықтың өлексесіне жақындайды да кесілген жердің ішіне үңіледі. Ол жерден қорыққан жұп ғалым жүгіріп шығады және барлығының бұл жерден тез арада қашып кетуіне кеңес береді. Олар бекер айтпапты. Тесіктен акула сегізаяқ пайда болады. Адамдар жан-жаққа шашырап кетеді. Ал мутант оларды өзінің аяқтарымен ұшырып жатыр. Ал сосын іске оның үлкен тістері кіріседі. Дегенмен көп ұзамай қобыжық ешқандай өмір белгілерсіз жерге құлайды. Адамдар оның аузынан ғалымдардың бірін тартып шығарады. Қуанышқа орай ол дін-аман. Чен мырзаға сегізаяқ акуланың өліп қалғанын хабарлайды. Бірақ қобыжықтың ішінде тағы да бір дернәсіл бар және ол тірі. Фань Ченнің мына ессіз экспериментті тоқтатуына кеңес береді. Олардың жаратылысы өзін тым агрессивті ұстауда, бірақ Чен мұны жасаудан бас тартады. Өйткені ол керемет жаңалықты ашуды армандайды. Фань үйіне өзінің ұлы Лунға оралады. Балақай ауыр науқасқа ұшыраған және әйел оны емдеу үшін бәріне дайын. Ол ұлына сегізаяқ акуланың ми сұйықтығының көмектесетініне сенеді. Кенет оған әлдекім шабуылдайды. Біз теңізден сәнді круиздік кемені көреміз. Фань оның бортында есін жияды. Оны Чен мырза қарсы алады. Ер адам әйелдің экспериментті жалғастыруы қажет екенін мәлімдейді. Әйтпесе ол ұлын құтқара алмайды. Чен әйелге акула сегізаяқтың тірі дернәсілін көрсетеді. Ол кішкентай қобыжықтың аман қалуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасауы керек. Оның таңдауы жоқ екенін түсініп, Фань іске кіріседі. Ол акула мен сегізаяқтың гендері қосылып, өсу үшін дернәсілдің ми сұйықтығын сорып алады да, оған теңдестіру ерітіндісін енгізеді. Күтпеген жерден әйел дернәсілді жоюға бұйрық береді, бірақ ол мұны жасап үлгермейді. Өйткені кішкентай сегізаяқ Ли есімді басқа ғалымға шабуыл жасайды және оны қолсыз қалдыруға тырысып жатыр. Бұдан кейін ол өзінің аквариумын сындырады да бостандыққа шығады. Дабыл қағылады. Қобыжық тағы да бір ғалымға шабуыл жасайды. Ал сосын өзінің аяғының көмегімен жаралы Лиді аквариумға сүйреп кетеді. Файн аман қалған жалғыз адам. Ол зертханадан қашып шығады да акула сегізаяқтың шынымен де үлкен жылдамдықпен өсіп келе жатқанын көреді. Шамасы әйелді алдап, қобыжыққа тағы да бір жануардың генін отырғызған сияқты. Зертханадан шығу мұндай қобыжыққа қиындық туғызбайды. Круиздік кемеге басып алу тобы еніп, бірнеше адамды жойып жібереді. Бұл Офей есімді ер адам бастаған Интерпол өкілдері. Олар Ченнің гендік инженерияны заңсыз мақсатта қолданып жатқанын естіді және бұл жындыны тоқтатқалы жатыр. Бұл жауынгерлер нағыз кәсіпқойлар және Ченнің адамдарын оп-оңай жайратып салады. Көп ұзамай олар зұлымның өзінде табады. Ер адам бортқа елдің ең бай және ықпалды адамдарын жинаған және оларға бүгін шынымен керемет нәрсені көрсететінін айтып мақтанады. Ол бұл ашылудың әртүрлі аурулармен күресуге көмектесетініне сенімді. Жолаушылардың бірінің жағдайы нашарлап кетеді және ол палубаға шығады. Ол судан акула сегізаяқты байқайды және оның жағдайы одан да қатты нашарлап кетеді. Басып алу тобы өздерінің операцияларын жалғастыра отырып, палубадан әппақ туфлиді тауып алады. Жауынгерлер қобыжықтың жақын маңайда екенін түсінеді. Қорыққан Фань Ченнің тұсаукесеріне келеді, өзінің бастығын табады. Әйел оған қобыжықтың мутацияға ұшырағанын және басқа ғалымдарды төңкеріп тастағанын хабарлайды. Бірақ ақшадан өлген Чен оның эксперименттері құрбандарды талап ететінін айтады. Бортта дискотека басталады. Би залына акула сегізаяқ енеді, дегенмен оны әлі ешкім байқамады. Интерполдың 2 агенті Ченді тұтқынға алады. Осы сәтте қобыжық биші қыздардың бірін сүйреп әкетеді, ал сосын тағы да басқасын. Музыканың қатты естіліп тұрғаны соншалықты, басқа жолаушылар мұны тіпті байқамайды. Файн микрофонды қолына алады да барлығының бұл жерден қашып кетулерін талап етеді. Жолаушылар оған сенбейді және жауабына тек оны мазақтайды.
Бірақ өте бекер, өйткені Файнның арқасынан шынымен де алып акула сегізаяқ пайда болады. Шамасы ол бұрынғыдан да үлкейіп кеткен сияқты. Қобыжық диджейге шабуыл жасайды, және адамдардың арасында дүрбелең басталады. Оффей Файнды құтқарып қалады. Бортта нағыз ессіздік орын алып жатыр. Акула сегізаяқ адамдарды жақтырмайтын сияқты, немесе оларды бір рет қолданылатын ойыншықтар ретінде пайдалануда. Ал мүмкін олармен жай ғана қуаласпақ ойнап жатқан болар. Кез келген жағдайда адамдардың жеңіске деген мүмкіндіктері үлкен емес. Интерпол агенттіктері асханаға тығылады да есікті құлыптайды. Оларға біреу бұзып кіргелі жатыр. Қуанышқа орай бұл экипаж мүшелерінің бірі. Файн бұл қобыжық, сегізаяқ пен акуланың гендері біріктірілгенде пайда болған мутант екенін түсіндіреді. Чен бүкіл кінәні оның мойнына іледі, өйткені әйел мұны жасап шығарып, өсірген. Оның үстіне ол ештемеге өкінбейді, өйткені ол өз мақсатына жетті. Осы үшін ер адам агенттердің бірінен шапалақ жейді. Файн өкіруде және Оффей оған қолдау көрсетуге тырысады. Белгілі болғандай, ол оның бұрынғы күйеуі екен, сонымен қатар оның баласының әкесі. Екі агенттің арқасынан үлкен құйрық пайда болады. Атыс басталады. Адамдар артқы есік арқылы қашады. Ал Оффей мен Файн акула сегізаяқтың ми сұйықтығын алу үшін зертханаға оралады. Лунаны тек сол ғана құтқара алады. Өкінішке орай олардың жолдарынан қобыжық пайда болады. Оффей оны тірі балықпен алаңдатады, және олар зертханада жетеді. Әйел қолын шыны сынықтарымен жарақаттайды. Бұл қуанышты жаңалық емес, өйткені акула сегізаяқ қанның иісін сезеді. Біздің кейіпкерлеріміз тығылып үлгереді, және қобыжық оларды байқамайды. Зертханадан шыққаннан кейін, қобыжық Интерполдың қалған агенттерін тауып, олардың біріне тап береді. Осы сәтті пайдалана отырып, кеменің капитаны күзетшінің көзін құртады, және Чен босатылады. Ол өзінің көмекшісімен бірге қашып кетеді, және аман қалған Интерпол агенттерінің қарсы алдындағы есікті құлыптап тастайды. Олардың бірі Джинджер ауыр жарақат алған. Тек Блейки есімді қыз ғана аман қалады. Қыздың аман қалуына мүмкіндік беру үшін, оның досы өзін құрбан етеді, өйткені оның гранатасы бар. Жарылыс естіледі. Чен Лун қамалып отырған кабинаны табады, және баладан анасымен динамик арқылы сөйлесуін өтінеді. Ұлының дауысын естіген әйел ашуына мінеді. Чен ғалымнан акула сегізаяқтың ми сұйықтығын әкелуін талап етеді, тек сонда ғана ол оған ұлын қайтарады. Файн зертханаға кіріп, қобыжықтың ми сұйықтығының қалдықтары бар пробирканы табады. Өкінішке орай олар тым аз. Сонда әйел үлкен инен алады. Ол тірі акула сегізаяқтан жаңа сұйықтықты өндірмекші. Бұл үшін қобыжықты залалсыздандырып, оған инъекция жасау қажет. Оффей ұйықтататын дәріні алады да, акуланың назарын аудару үшін өзіне қоректік ерітіндіні себеді. Көп ұзамай қобыжықтың өзі де пайда болады. Біздің кейіпкерлер бөлімдердің біріне қамалып, есікті құлыптайды. Алайда қобыжық еденді қиратады да қуғынды жалғастырады. Оффей бөлімге мұздатқыш сұйықтықты жібереді. Бұл оны біраз уақытқа ұстап тұруы керек. Акула сегізаяқ Файнға, ал сосын Оффейге шабуыл жасайды. Қуанышқа орай ол темір құрылымдардың кесірінен ер адамға қол жеткізе алмай жатыр. Бөлімдегі температура өте жылдам төмендеп барады. Файн өзіне келіп, ми сұйықтығын алу үшін аппаратты дайындайды. Ол оны қобыжықтың басынан өндіріп алады. Енді тез арада бұл жерден тайып тұру қажет. Акула сегізаяқ өзінің суықтан қатып қалған аяқтарын кеміреді, дегенмен бұл оған онша көмектеспейді, және көп ұзамай ол толықтай қатып қалады. Біздің кейіпкерлеріміз де қатты жаурап қалған. Енді олар Лунаны құтқарудың жолын ойлап табулары қажет. Көп ұзамай жұптың қасынан Чен пайда болады. Оның қолында жарылғыш құрылғы тұр, ал қасында сымдарға оралған сәби Лун. Ол Файннан ми сұйықтығына толтырылған пробирканы беруін талап етеді. Оффей мұны жасайды, және дәрі салынған чемоданды Ченге сырғытады. Жақын жерден дер кезінде Блейки пайда болып, төбелес басталады. Файн ұлын тауып, одан жарылғышты шешеді. Бұл арада салқындатқыш құрылғы істен шығып, акула сегізаяқ жатқан бөлімдегі температура жоғарылай бастайды. Қобыжық қайта тіріліп, сыртқа шығады. Бірінші кезекте ол қаскөй Ченге шабуылдайды. Зұлым өз бағасын алады. Оффей жарылғышты Блейкиге лақтырады, және ол оны акула сегізаяқтың бөліміне лақтырып жібереді. Мықты жарылыс орын алып, кемеден тесік пайда болады. Біздің кейіпкерлер шұғыл түрде палубаға көтеріледі. Лайнерді су баса бастайды. Қозғалтқыштар істен шығады. Алдыда жартастар тұр, ал экипаждың бұрылуға уақыты жоқ. Біздің акула сегізаяқтың қалдықтары теңізге тап болады, және оны басқа акула сегізаяқ жеп қояды. Ол біріншісінен әлдеқайда үлкен. Аман қалғандардың бәрі палубаға көтеріледі. Оффей ұлын құтқаруға уәде береді. Лайнер жартастарға соғылады да апатқа ұшырайды. Адамдар жан-жаққа ұшып кетеді. Кеме төңкеріле бастайды. Жақын жерден алып акула сегізаяқ пайда болады. Ол түскі асын ішіп алу үшін бортқа көтеріледі. Тірі қалу үшін кезекті шайқас басталады.
Акула сегізаяқ өзінің аяқтарын қолдануда, ал Блейки катананы, ессіздікті және тамаша жауынгерлік дағдыларын пайдаланады. Ол құбыжықтың аузына секіреді де, қауіпті соққы жасайды. Құбыжық бір сәтке есін жоғалтады, бірақ сосын қайтадан өзіне келіп, кемені аударып тастауға тырысады. Адамдар соңғы күштерімен ілініп тұр. Кеме аспазшысы төменге құлайды. Тек Оффи, Файн және Лун ғана аман қалады. Оларға тағы да акула сегізаяқ жақындап келе жатыр. Файн залалсыздандырғышты ұстайды да ұлымен қоштасады. Содан кейін құбыжықтың аузына секіреді. Оффи ұлын құшақтайды. Енді екеуі қалды. Бірақ тоқтаңыздар, бұл не? Файн тірі. Ол құбыжықтың ішінде. Әйел құбыжыққа өміріндегі ең соңғы инъекцияны жасайды. Акула сегізаяқ қатты ырылдап, су түбіне бата бастайды. Біз Оффи мен Лунның теңіз жағасында отырғанын көреміз. Балақай өзінің отбасының суретін салып жатыр. Суретті бөтелкеге салады да, анасы көру үшін оны суға лақтырады. Осыдан кейін әкесі мен ұлы үйлеріне оралады. Егер жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Сіз үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Келесіде кездескенше.